Бұл Юнус пайғамбардың дуасы. Құран-ы Каримде Юнус пайғамбарды кит жұтып алған. Киттің ішінде 40 күн жүрген. Түннің қараңғылығы, суының қараңғылығы, киттің ішіндегі қараңғылық, 3 қараңғылықтың ішінде. 40 күн ұшы дуаны оқыған. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ұшы дуаны берекесінен Алла Тағала 40 күннен кейін аман, есен шығарып қойған. Пайғамбарымыз айтқан, егер де бұл айтпағанда ұшы дуаны қиямат күнге чейін киттің ішінде қалып кетмек деген. Алла Тағала ұшындай құтқарып, қиыншылықтан шығарып қойды. Ошол аят келгеннен кейін арқасынан біз құдды ұшындай момындарды дағы құтқарабыз ұшы дуаменен деп қойған. Андықтан кимдин башында бір келіп қалса сыны, ұшы дуаны күчейтіңіз. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин.